Сәлеметсіздер ме? Мен Тараз Григорьев-Шевченко атындағы номері 13-ші орта мектебінің физика пәні мұғалімі Сарманова Салима Серікқызы. Педагогикалық өтілімім 8 жыл. Өмір баянымды қысқаша сипаттап берсем, Ақтөбе облысы Мәртөк ауданы Кеңсахара ауылында туып өстім. Табиғатмен тамсандырар ауылымның орта мектебін үздік аяқтадым. Мектеп кезімнен мені аспан неге көк түстес, кемпір қосақ неліктен жаңбырдан кейін пайда болады, неліктен барлық денелер жерге төмен қарай құлайды деген сұрақтар қатты қызықтыратын. Осылайша физика пәніме деген қызығушылығым ояна бастайды. 2012 жылы Ақтөбе қаласындағы Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің физика-математика факультетіне түстім. Студенттік шақтың қызығын да көрдік. Ол да бір қайталанбайтын шақ екен. 2016 жылы университетті аяқтадым. 2018 жылы өз сенімді Арал қаласынан тауып, осы қаладағы Тараз Григорьев-Шевченко атындағы номері 13-ші орта мектебінде жалғастырып келемін. 8 жылдық тәжірибемнен түйген ойым. Барлық денелер молекула мен атомнан тұратынын білеміз. Атомдар оң зарядталған бөлшек протоннан, теріс зарядталған бөлшек электроннан және бейтарап бөлшек нейтроннан тұрады. Яғни кез келген бөлшек бір-бірінсіз өз жұмысын жалғастыра алмайды. Дәл солай мектеп, мұғалім, оқушы, ата-ана осы атом бөлшектері іспеттес. Барлығы бір-бірімен тығыз байланыста болса, жұмыс жалғаса береді. Осы мамандығымның арқасында күнделікті қызықты әрі жалықтырмайтын физикалық құбылыстармен жұмыс жасаудамын. Оқушыларға бізді қоршаған барлық құбылыстар физикадан туындайтын күнделікті түсіндіруден жалықпаймын. Адам өмірде мамандық таңдаудан қателеспеу қажет. Өз мамандығын жақсы көретін адамнан ғана нағыз маман иесі шығады. Әрқашанда адам ізденіс үстінде болуы қажет. Мен болашақта әлі де өз елімнің, қаламның, мектебімнің көркеюіне өз үлесімді қосып, талай асуларды бағындыратыныма сенімім мол.